Сәмбердік ағайын, чотам қалайсыздар? Карантиннің бітуіне аздаған уақыттарымыз қалды. Бұйырса, өзіміздің қалыпты өмірімізге келетін боламыз. Бірақ өмір бұрынғыдай болмайды. Себебі барлығы онлайнға көшеді, онлайн кәсіптер дамитын болады, онлайн мамандықтар дамитын болады, фриланстар көбейетін болады. Енді сізде қандай таңдау бар? Сіз осы мамандықтарды меңгересіз, онлайн құралдарды меңгересіз, заманға сай өмір сүретін боласыз. Немесе өзіңіздің деңгейіңізде қалып, ары қарай бұрынғы жасап жүрген іс-әрекеттеріңізді жасасаңыздар болады, бірақ ол арқылы сіз нәтиже ала алмайсыз. Себебі әлем өзгерді. Былай айтатын болсақ, өзгеруге дайын, креативті, бәсекеге төзімді адамдар ғана осы нарықта қалатын болады. Енді сонымен қатар онлайн кәсіп дамығаннан кейін онлайн мамандықтар да дамиды. Инстаграм саласы әрине дамуын ары қарай күшейте береді. Бүгінгі тақырып Инстаграм арқылы ақша табудың жолдары және қандай мамандықтар бар, сіздерге нақты по полочкам айтып беретін боламын. Сондықтан осы видеоны соңына дейін қараңыз. Және осы видеоның соңында арнайы сізге сыйлық дайындадым. Ендеше кеттік. Маған Инстаграмда жиі қойылатын бір тупойский сұрақ бар. Мынандай сұрақ. Инстаграм маған лайкқа, жаңағы подписчикке, просмотрға ақша төлей ма дейді. Жоқ, Инстаграм саған ол үшін вообще ақша төлемейді. Ол ойды қайдан алғандарыңызды білмеймін. Мысалы, ютубта бар. Ютубта просмотрға ақша төлейді, бірақ аса қатты көп емес. Ол жерден ең главный табатын ақша ютубта ол жерде ондай емес та. Ең главный канал емес, былай айтқан кезде. Инстада ондай жоқ вообще. Инстадан лайк арқылы, просмотр арқылы, подписчик арқылы ақша таба алмайсың. Инстаграм саған ақша төлемейді оған. Сен қалай ақша таба аласың? Бұл жерде Инстаграм мамандықтары бар. Мен қазір соны айтып беретін боламын. Инстаграм мамандықтары, Инстаграмда вообще ақша табудың жолдары, сен бір мамандықтарды меңгеріп, басқа бір кәсіптерді жүргізу арқылы солай ақша таба аласың. Давай, Инстаграмда ақша табудың жолының 3 жолы бар. Біріншісі, сен өзің бизнесің болса, өзің бизнесіңді дамытып, онлайн құралдарды меңгеріп, Инстаграмдағы жаңа рекламаны бәрін меңгеріп, өзіңнің бизнесіңді ары қарай дамытсаң болады. Екіншісі, бұл Инстаграм маманы бол. Мысалы, там сторисмейкер, копирайтер болып, мен оны айтатын болам видеоларда. Сторисмейкер, копирайтер, видеограф, жаңағы монтажер болып, сценарист болып, жаңағы посттар жазып беріп, графикалық дизайнер болып ақша тапсаң болады. Дәл осылай сен Инстаграм арқылы ақша таба аласың. Үшіншісі, ол сен как-то блогер болып ақша тапсаң болады. Өзің жеке брендіңді қалыптастырып, содан кейін там реклама сатсаң болады, мысалы болады. Бірақ ол ұзақ жол. Ең тиімді жолы жастарға, былай айтқан кезде, екінші жолы мен қолданып жүрген, мен өзім ақша тауып жүрген жолым бұл Инстаграм маманы. Инстаграм жүргізу, басқа кәсіптер, басқа адамдардың Инстаграм парақшаларын жүргізіп беру арқылы осылай ақша табу. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, Инстаграмда вот осылай ақша табады. Лайк, просмотр емес, Инстаграм төлемейді оған ақша. Ойларыңызды алып тастаңыздаршы. Окей? Келістік қой, Инстаграм ақша табу жолдары, сен сол Инстаграм құралдарын меңгеріп, басқа біреулердің кәсіптерін жүргізіп беру арқылы Инстаграм арқылы ақша тапсаң болады. Кеттік, ендеше қазір Инстаграмда ақша табудың жолдарын айтып беретін боламын. Біріншісі, Инстаграм парақшаларын жүргізу арқылы ақша табу. Мысалы, қазір карантин біткеннен кейін, былай айтқан кезде барлығы офлайн бизнестер бар ғой, жаңағы базарлар, базардағы точкілер, киім сататын, тағы да неше түрлі кәсіптердің барлығы онлайнға, әлеуметтік желіге көшетін болады. Себебі олар түсінеді, онлайн арқылы адамдар сатып алатынына, онлайн арқылы қатты тез дамуға болатынына және заманға сай осы жаққа бару керек екенін түсінеді. Бірақ олар өздері Инстаграм жүргізе алмайды, потому что олар базарда тұрған киім сатады, вообще білмейді Инстаграмды қалай реклама жасау керек туралы, иә. Енді біз не істейміз? Енді сіз осы жердегі Инстаграм құралдарды меңгересіз, там пост жазу, видео түсіру, Инстаграм таргет жасау бәрін меңгеріп алып, сол кәсіпкердің бизнесін, мысалы киім сатама, мысалы там өзің киім сататын бутигі бар, енді соны Инстаграм парақшасына ашып, ары қарай рекламасын жіберіп, там дизайнын жасап, бәрін жасап, ары қарай парақшасын жүргізіп бересің. Сол бір парақшаны жүргізу арқылы бастапқысында бір 40-50 мың теңге, бір 30 мың теңге солай алуға болады. Өзіңнің тәжірибеңге байланысты. Бірақ бастапқысында аз суммадан болады, аз суммадан. Енді сен солай, мысалы там 2-3 аккаунт алатын болсаң, 2-3 аккаунттан, мысалы там 2-3 аккаунттан бір 50 мың теңгеден алатын, 3 аккаунт алатын болсаң, 150 мың теңге табуға болады. Бізде де студентіміз болды, дәл сондай, жасы 18-де өзінің мамасынан көп ақша табады, былай айтқан кезде. Айына 150 мың теңге тауып, осылай 3
үш аккаунтты осылай жүргізіп жүр. Сондықтан біріншісі жолы бұл Instagram парақшасын жүргізу. Басқа біреудің Instagram парақшасын. Сенде осындай ой тұрған шығар, мен ондай Instagram парақшаларды қайдан табамын? Көп ондай, Қазақстанда көп. Былай айтқан кезде статистика бойынша, қазір алдыңғы жылдың статистикасы бойынша 500 мыңға жуық осы бизнес страница тіркелген Инстаграмда. Қазір вообще көбейген де шығар қазіргі таңда. Сондықтан олардың барлығына Инстаграм маркетологтар керек, Инстаграм парақшасын жүргізетін адамдар керек. Бірақ сен сапалы жүргізу керексің, сапалы. Туфта емес, нарықта бар, ондай сапасы төмен мамандар бар, бірақ олар ары қарай дамымайды. Сондықтан егер де сен ары қарай осы саланы дамытам десең, онда сен осы жолды нақты таңдап, мен Инстаграм маркетолог боламын, Инстаграм жүргізуді үйренем, осындай курстарға қатысам, ары қарай дамиым десең, мына осы жолды таңдап ары қарай жүруің керек. Болмайды, мен қазір жасап көрейін, мүмкін ұнамай қалса кетіп қаламын деген сияқты. Ұзаққа барғың келсе, осы әлеуметтік желіде қалғың келсе, осы құралдарды меңгерсең, нарық бос, нормальный ақша таба аласың, ол жерде өзің нормально дамыта аласың. Сондықтан осы Инстаграм парақшаларды жүргізу арқылы ақша тапсам болады. Екінші жолы бұл графикалық дизайнер бол. Графикалық дизайнер дегеніміз ол жаңағы кәсіпкерлердің бизнесіне, жаңағы Инстаграм парақшасына баннерлер жасап бересің, әртүрлі логотиптерін жасап бересің, актуальный нелерін жасап бересің. Оны не обязательно саған арнайы бір компьютер алып сонымен жасау жоқ. Сен телефонда арнайы бағдарламалар бар, соны меңгеріп алатын болсаң, дәл солай баннерлер жасап, стильге келтіріп беріп, визуал жасап беріп, Инстаграм парақшасына әрлеп, солай ақша тапсам болады. Графикалық дизайнер болып, Инстаграм парақшасын әрлеп беріп, дәл солай ақша тапсам болады. Оны бір аккаунтқа 10 мың теңге, 15 мың теңге солай алады. Полный логотипін жасап береді, актуальнын жасап береді, парақшасын бір стильге келтіріп, сондай баннерлер жасап беріп отырады. Вот солай да сіздер ақша тапсаңыздар болады Инстаграм арқылы. Үшіншісі жолы бұл копирайтер болып. Копирайтер дегеніміз жаңағы бизнестерге, Инстаграмдағы бизнестерге сен соған текст жазып бересің, продающий посттар жазып бересің, видеосына сценарий жазып бересің, видео рекламный посттар жазып бересің. Дәл солай сен адамдарға өзінің сен жазуға жақсы болсаң, жаза алатын болсаң, соны ары қарай меңгеріп, копирайтинг саласын меңгеріп, ары қарай дәл солай Инстаграм арқылы ақша тапсам болады. Себебі барлығы Инстаграмда бұл сөздер бар, посттар бар, адамдар оқиды. Сондықтан оны адамдар кәдімгідей бір продающий посттары болады, соны меңгеріп алсаң, қалай сатылымға келетін посттар жазуға болады. Көп, былай айтқан кезде ол үлкен әлемді, соны меңгеріп, дәл сол арқылы сен өзіңнің табысыңды тапсаң болады. Төртінші жолы бұл видеомонтаждау. Видеомонтаждау, мысалы мен қазір видео түсіріп жатырмын, мен осы видеоны аламын да, мен өзім монтажер бала бар, видеомонтаждайтын, сол балаға беремін. Ол бір видеоға 15 мың теңге алады, ойлап қойып. Кейбір кезде 10 мың теңге сөйтіп келісеміз мысалы қарасаңыз, ол айына емес, 10 күнде 10 видео жасауы мүмкін. 10 күнде 100 мың теңге таба алады, мысалы. 15 күнде одан көп таба алады деген сияқты, тікелей өзіне байланысты. Сондықтан видео монтаждау саласын меңгеріп алатын болсаңыз, ол да жаңағындай айтқандай, сіз ойлағандай қатты космический қиын нәрселер емес. Мен жаңа айтып отырған нәрселер бар ғой, құралдарды меңгеру, копирайтинг, Инстаграм парақшаларды жүргізу, ол космический қиын нәрсе емес. Просто біраз миыңды жасататын болсаң, ары қарай өзіне желаниең болса, меңгеріп кетуге болады. Жаңа айттым ғой, 12 жастағы, 13 жастағы адамдар, 30-40-тағы адамдар меңгеріп жатыр. Так что ол нормально. Бір мысалы посттар IGTV-ға, постқа, мысалы видеолар кәсіпкерлер түсіреді, олардың бизнестерін сен түсіріп, олардың өздерінің бутиктерін түсіресің, әртүрлі жерлерін түсіріп, соған телефон арқылы монтаждасам болады. Қазір телефон ыңғайлы. Мысалы ол телефон арқылы монтаждайды. Сол арқылы осы саланы меңгеретін болсаң, ары қарай үйренетін болсаң, осы арқылы табыс тапсам болады. Бесінші жолы таргетолог болу. Таргетинг саласын жақсы меңгеретін болсаңыз, таргетинг дейтін, мысалы, Инстаграмда шығып тұрады, рекламада шығып тұрады, вот сол нәрсе. Соны жақсы меңгеретін болсаңыз, жарнама беруді, Facebook арқылы, Инстаграм арқылы кәдімгідей күшті етіп меңгеріп алатын болсаңыз, бір компанияны 50-60 мың теңгеге жүргізсеңіз болады, рекламасын жасап беру арқылы. Енді ойлап көріңіз, 5 компанияны жүргізсеңіз, примерно 250-300 мың теңге тапсаңыз болады. Ал реклама барлығына керек. Жаңа мен айтқандай космический қиын нәрсе емес бұл нәрсе. Ары қарай егер де желание болса, осы саланы ары қарай меңгеріп, осылай Инстаграм арқылы ақша тапсам болады. Енді жаңағы айтылған мамандықтарды қай жерден меңгеруге болады? Арнайы онлайн курстар бар. Мысалы, бізде салам Инстаграм дейтін курсымыз бар. Осыған дейін 5-ші ағымы болды. Осы наурызда өтіп кеткен болатын. Бұл жерде жаңағы айтылған барлық мамандықтарды, таргетолог, копирайтер барлығын сол жерде үйретеміз. Видеомонтаж барлығын сол жерде үйрететін боламыз. Салам Инстаграм нәтижелер дейтін парақша бар. Сол жерде біздің студенттеріміздің нәтижесін көрсеңіздер болады. Бірақ ол курс қазір болып жатырған жоқ. Алдағы уақытта бұйырса болады. Және де ары қарай енді Инстаграм саласын зерттегіңіз келсе, бізде Салам Инстаграм дейтін кітап бар, білесіздер,
барлық сіз білмейтін инстаграм құпиялар жазылған, табыс табу жолдары қандай бар, ары қарай там копирайтинг, бұл жерде контент, там креативті болып табысыңызды арттырыңыз, парақшаны оқырмандар санын арттырудың жаңа жолдары деген барлық сіздің сұрақтарыңызға жауап беретін кітап бұл. Арнайы осыны сатып алып оқысаңыздар болады. Енді жаңағы немізді мамандықтарды меңгеріп алғаннан кейін құралдарды меңгеріп аласың, мысалы таргетинг саласын, там полный енді инстаграм парақшаны жүргізуге шықтың, типа бәрін меңгеріп алдың, кеттік деп енді клиент қайдан табасың? Клиент табу дейтін сенде сондай сұрақ тұрған шығар. Клиент табудың жолдары өте көп. Онлайн табу жолы бар, офлайн табу жолы бар. Бірақ көп адамдардың қателесетіні, көп адамдардың осы жерден сливаться етіп кетеді, осы жерден беріліп қоятын жолы ол адамдармен тіл табыса алмау, клиенттерге өзінің қызметін сата алмау. Ең үлкен проблема осы жерде. Мамандықтардың бәрі меңгеріп алады, бірақ сата алмайды. Бірақ ол нәрсені өзін үйреніп, арнайы жолдары бар, арнайы жаңағы құралдар бар, өзінің техниканды, жаңағы өзінің үйренген нәрселерінде бізде курсымызда сондай бір өзіңіздің қызметін сату және сату өнері дейтін сабақ бар. Ол жерде толыққанды барлығы айтылады негізінде. Үйреніп алғаннан кейін клиент табудың бірнеше жолдары. Біріншісі, сіз онлайн адамдарға жазасыз. Инстаграм парақша көп қой, инстаграмда көресіз, парақшасы дұрыс әрленбеген, там фотолары жоқ, там логотип дұрыс емес, сондай адамдарды көресіз да, посттарын салып жүріп бытыш болып жатыр, ана уже проблемасын біліп тұрсың. Соған жекесіне жазсам болады. Оны арнайы сөйлесу скрипттары бар, жазып ол адамдарға өзінің қызметін ұсынсам болады. Мен мысалы қазір инстаграм осындай маркетологпын, парақшаны жүргізіп жүрмін, осындай деп жазып парақшаларын сұрап анализ жасап берсем болады бесплатно. Міне сен парақшаңызда мынандай қателіктер көрдім. Енді осы қателіктерді дұрыстайтын болсаңыз, сізге мынандай табысыңызды былай арттыра аласыз. Там клиенттер қазір ол бесеу келіп жүр ма, енді сіз парақшаңызды әрлегеннен кейін, видео реклама жасағаннан кейін, таргет рекламасын қосқаннан кейін сіздің клиентіңіз там 10 есе, 5 есе өсетін болады. Мысалы, ол нәрселерді мен жасай аламын. Сізге бір аптаға жасап бере аламын деп, сондай өзіңіз офер айтсаңыз болады. Оны сол клиенттерді жасап. Содан кейін бастапқысында бір апта тегін жасасаңыздар болады. Жаңағы парақшалар бар ғой, инстаграмдағы парақшаларды таңдап алып, соны жаңағы қандай қате болып отырған парақшаларды таңдап жазып жекесіне бір апта тегін жасасаңыздар болады. Бесплатно жасап бересіз. Неліктен? Себебі бір апта жасап өзіңіз там сен қазірден жаңадан бастап жатсаң, үйреніп алып, енді сен кішкене опытың жоқ болса, солай жасасаң болады. Бір парақшалар. Содан кейін өзінің таныстарым бар, сенің таныстарым бар, там білмеймін, жеңгем, мысалы мен өзім бір жеңгем бұрын Атырауда 2,5 жыл бұрын жеңгемнің парақшасын жүргізіп бастағам. Содан бастап уже кетті да, уже история басталды. Солай жасасам болады. Өзің таныстарыңда қара, қандай бизнестер жүріп жатыр, парақшалары барша. Давай мен сен парақшаны жүргізіп берейін, бір аптаға жүргізіп берейін, тегін жүргізіп берейін. Давай деп келісіп алсам болады. Сол не үшін тегін жүргізіп бересің? Себебі сен өзіңе кейс дейді, портфолио жинайсың. Портфолио сенің жасаған жұмыстарын, отзывтарды жинап, енді там 3-4 отзыв жинап алатын болсаң, жақсы етіп, там бір апта жасап беріп, тегін жасап. Бірақ бұл жерде ең главный нәрсе сапада. Нан ойлама, жауапкершілікті жұмысыңа алу керек. Қазір үйреніп алып, енді жасағаннан кейін бар, жаңағы дұрыс сапалы жасауға тырысу керек. Өтірік деп ақшасын алып қашып кету емес, дұрыс сапалы жасап беріп, ары қарай уже сапалы жасасаң, ары қарай сені анау рекомендовать етеді, анаған сарафан кетеді, короче, сенің болашағың бар ары қарай. Егер толық соған кірісетін болсаңыз. Клиент табудың жолдары примерно осындай. Инстаграм парақшаларын қарайсың, қандай парақшалар бар жаңағы инстаграмда, солар дұрыс емес парақшалар. Содан кейін екінші өзің қаланда, мысалы офлайн болсын, Алматыда болсаң, мысалы Алматыда Гранд Парк дейтін жер бар. Гранд Паркте 1040 ана жерде бутик бар. Барлығы отыр ана жерде. Тым клиент жоқ. Енді соларға барып өзің келіссең болады. Мысалы сен парақшаны жүргізіп берейін, давай. Там инстаграмда сен жоқсың ба? Давай инстаграм дамытып берейін, дамытайық, видео реклама түсірейік, таргет рекламасын жіберейік, баннер жасайық, там пост жазайық, там жіберейік, давай жасайық деп, өзің там кафе бар, жетеді енді өзінің қаланда бар. Өзің офлайн барып, көзбе-көз сөйлесіп, там өзін таныстырып, өзін сөйтіп презентация жасап, өзіңді солай сатсаң болады, қызметіңді солай жасасаң болады. Екіншісі жаңа онлайн сөйлесең болады, адамдардың жекелеріне арнайы жазып, өзіңді таныстырып, там жаңа айттым ғой, егер де сен қазір опыт болмаса, өзіңнің таныстарының несін жасасаң болады. Және екінші вариант, адамдардың жаңа парақшаларын тегін бір апта жүргізіп берсең болады. Ары қарай уже келісесің, там міне бір апта міне осындай нәтиже алып келдім, там осындай клиент келді, осындай реклама жасап бердім, парақшаны дұрыс әрленіп берді. Ары қарай енді жұмыс жасайтын болсақ, міне осындай договормен біз өзіміздің студенттерімізге договор береміз, міне осылай келісесіз, там бір айға осылай 40 мың теңге, 50 мың теңге дегендей сияқты болды. В принципе, осылай негізінде. Просто көп адамдардың клиент таба алмайтын себебі ол өздерін сата алмайды. Өздерін сатып, жаңағы кім екенін, қызметтерін көрсете алмайды. Егер соның бәрін по порядку, по схема бойынша жасайтын болса, ары қарай уже нормально. Nice. Сонымен ағайын,
Instagram арқылы ақша табудың жолдары түсінікті болды деп ойлаймын, иә. Енді осы видео ұнаса, лайк басыңыз және сақтап алыңыз өзіңізге, және комментарияға 5 досыңызды белгілеп, 5 досыңызға осы видеоны поделиться етіңіз, иә. Сол кезде сізге жаңа айтылған сыйлығым бар. Мысалы, Instagram арқылы клиент табудың жолдары атты видео сабақ бар. 20 минуттық кәдімгі ақылы түрде сатылған. Соны сізге тегін берілетін болады. Тегін берем соларды. Короче, берілетін біз берем, короче. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И жаңағы шарттарды орындаңыз, окей? Давайте, сәттілік.